Ассалаумағалейкум. Қайырлы таң. Жұма қабыл болсын. Жұмада оқылған дұға тілектеріміз қабыл болсын. Мен Павлодар қаласынан боламын. Точный массажист. Желкеме жағынан шаншуды маманымын. Остеохондроз, шеневар физионом маманымын. Иә, мен сіздерге айтып кететін кешеден бері мына үлкен керемет компанияға кіріп, осы компанияның өзімде мына витаминдерін бағытын зерттеп қарап отырмын. Бұл қандай адамға пайдасы бар? Немен бұл қызықтырып жатыр, немен бұл кереметтігі бар деген сияқты. Рас екен, бұның кереметтігі сонша жақсылығы, бұл осындай адамға бір қуаныш, әрбір адамның денсаулығына пайдалы нәрселер көп екен. Кеше өздеріңізге айтып кеткенде, Vertex Union компаниясының ішіндегі мынау бұғының қанынан жасалған, оның ішінде қоспасы бар, мынау красный корень дейді. Осы екеуінің араласымен екі талқаның қоспасының ішіндегі ең керемет ер азаматтардың қуатын жақсартатын. Ер азаматтардың қазіргі кезде көбі, бір өтірік айтпасақ, 70% ер азаматтардың аяғына сыз өткен, және кіші дәретпен көп қиналып жүрген жандар аз емес. Көп ондайлар, өздеріңіз білесіздер. Онан кейін мына орта жасқа келген соң төсек қатынасында төмендеп жатқан ағаларымыз бар. Солардың бәріне айтатыным, бұл қорқатын емес, бұл бұғының мүйізінің қанын кептірілген талқаны, екінші қоспасы бар, красный корень дейді. Қызыл тамырдың қоспасы, екеуінің араласқан ұсақ талқаны ішіп, ойларыңызға жақсы ем алсаңыздар болады. Бұл ер азаматтардың күш қуатын жақсартатын. Оған қосып черный имбір деген бар, қара имбір. Мына қара имбірді қосып ішсеңіздер, адамның энергиясын жақсартады, қан айлану циркуляциясын жақсартады, адамның көңілін жақсартады. Және ер азаматтардың қуатын жақсартып, өздеріңіз әр жақтада сондай әрлі бағыттарда жақсы боласыздар. Өздеріңіз жақсы сезіне аласыздар. Көрдіңіздер ме? Осыған көңіл бөліңіздер. Бұл Vertex Union компаниясындағы өнімдер. Бұл қол жетімді өнім. Бұныған алам деген бір нелеріңіз болса, менің парақшама кіріп, WhatsApp нөміріме шығыңыздар, хабарларыңызды айтыңыздар, мен сіздерге ар жағын толықтай түсіндірем. Алла қуат берсін, ауырмаңыздар, аман есен болыңыздар.